Қазақстандық танымал әнші Жанар Дұғалова өнердегі әріптестерінен қалыспай шетелге демалуға аттанды. Өнер иесі ыстық мекеннен жаңа суреттер жариялап, оқырмандарды өзіне қаратты. Жанар Дұғалованың шетелге демалысқа ұшып кеткені туралы Инстаграмдағы парақшасынан белгілі болды. Эстрада жұлдызы саяхатынан ерекше фотоларды жариялап, ел назарын өзіне аударды. Алайда өнер иесі қай елге барғанын құпия сақтап қалды. Соңғы суреттердің бірінде қызғылт түсті көйлек киген әншінің әсем табиғатты тамашалап тұрғанын көруге болады. Желі қолданушылары әртіске жақсы демалыс тілеп, оның дене сымбатына тәнті болған. Қазақ эстрадасының ханшайымы: "Сүйемін сізді, өте әдемі ару, қандай әдемі көрініс, әдеміліктің символы. Анджелина Джоли ойнамай қалады. Жақсы демалып қайтыңыз. Бұл суреттерде бәрі керемет. Табиғат та сізде. Мінсіз мүсінді ару, фигурасы мықты" деп жазуда көпшілік. Жанар Асылбекқызы Дұғалова 1987 жылдың 17 қаңтарында Қазақстанның Қызылорда қаласында туған қазақстандық әнші. Кешу тобының бұрынғы орындаушысы. 2014 жылдың тамызынан бастап жеке дара мансабын бастады. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы арнаға тіркеліп жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.